болашаққа хат немесе болашақ жайлы ойлар. Болашағың бақытты болсын десең, кекшіл болма. Болашақ қазірден бастап қалану керек. Оны жоспар дейді. Онсыз бұл әлемде ештеңе жақсы болмайды. Сайын Назарбекұлы айтқандай, болашаққа мұра дегеніміз тек қана бұлыңғыр қалдырған жәдігерліктер емес, сол мұраны түсіне алатын бүгінгілер санасы да. Болашақ жайлы ойлар адам баласын мазалай бастаса, ұлылардың ойлы сөздеріне құлақ асып, нақыл сөздеген түгендеген дұрыс па деп ойлаймын. Болашағына бұлыңғыр қарау өзіне сын. Болашақ жайлы мына бір өзге ұлттың ұлы ойшылының да ойы мені жұбатқандай болады да тұрады. Барлығымыз болашағымызды жарқын етуге көмектесетін қызықты саяхатқа шыққымыз келеді. Біз алға ұмтылуға кедергі келтіретін сенімсіздікті қалай жоюды, сенімділікті қалай қалыптастыруды үйренгіміз келеді. Егер сіз өзіңізді тоқтап қалғандай сезінсеңіз, өзіңізді басқалардан төмен санасаңыз, немесе өмірге сенімділікпен, ынта жігермен қарай алмайтын болсаңыз, қазір өмірге наразысыз. Өткен өміріңіз қандай болмасын риза болу, бүгінгі күннен рухани ләззат алу, және болашақта сізді күтіп тұрған нәтижелерге қанағаттанудан асқан қызықты саяхат жоқ. Шексіз сенімділік жағымсыз сезімділіктен толық арылған кезде ғана орнайды. Біздің болашағымыз екінші қыры болашағымыздың шәкірттермен тығыз байланысты. Себебі болашағымызға ұстаздық мамандықты таңдап, осы жолмен 25 жылдан артық еңбек етіп келеміз. Ұстаз білікті болса, шәкірттің болашағы жарқын деген қағиданы ұстанудамын. Сондықтан ұстаздар қауымы өз болашағы, отбасы болашағы, сонымен қатар шәкірттері болашағын ойлайтын ұлы тұлғалар деуге болады. Қорыта келе, болашағымыз мақтанышымызға айналсын десек, болашақ ұрпақты тәрбиелеу мақсатында аянбай еңбек етуіміз керек. Рахмет.